соны дейді, юхиббунахум кахуббилля, Алланы сүйгендей сүйеді ғой дейді. Аллаға деген, Құдайға деген махаббат қалай болу керек болса, тура сондай махаббаттарын айтты оларға. Мен мысалы ағаш ұстасы болып істедім кезінде, ағаш ұстасы болып. Сонда ана ескі үйлердің есіктерін, полдарын жөндейміз ғой. Сол кезде жаңағы анау Сталиннің кезіндегі салынған үйлерді біраз ремонтта болған кезде, егер көрсеңіз, ана топса, Сталиннің кезіндегі бұралған топса қалай берік тұр да. Анау ағаш қандай мықты ағаш. Ана құлып ручкасы бар ғой, есік тұтқасы. Анау деген қозғалмайды ғой, сілкінбейді ғой. Сонда әрбір жерде 15 республика жүрген кезде Сталиннан қорқып қалай жасалғанда, біз Алладан қорқып жасай алмаймыз ғой қазір. Үйлер құлап қалады бізде. Ол қалай құрметтеген оны Сталин көріп қояды. Ана шуруптың бұралғанын көрсеңіз сізді ағытқанда. Қазір ондай құрылыс, ондай жасалмайды қазір. Соқтан жақсы көру деген нәрсе. Бұны не үшін айтып отырмын? Өйткені Алла Тағала жаңа аятта айтады. Адамдардың іштерінде біреулер бар. Олар теңеулер жасайды да ұйымдастырып. Сосын соны сүйгізіп қояды дейді адамдарға. Оны әдемі жасайды. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, мысалы Ленин дегенде қандай нәрсе болды. Біз мысалы қазақша сөйлеттік қой сол махаббатты кезінде. Олым жаңағы үйімізде, төрімізде жаңағы төрде тұрған кім депті. Сонда ұлы жаңағы әл-азим мен әл-хаким деген Аллах тағаланың сифаттарын соған байлап қойған ғой сол кезде. Ұлы Ленин, дана деген нәрселер. Ал кім ол асылы? Ол түк емес еді, оны жасаған. Түсіндіңіз ба? Сонда өзіңіз ойлаңыз. Соны сүйет дейді олар. Құдайды сүйгендей дейді. Валлазина аману. Ал енді мына иман келтіргендерге келсек деп. Иман келтіргендерде бір әлі керемет сүйіп атқан жоқ қой. Бірақ жаңағы сөзді естіген кезде махаббат енді өседі. Өйткені не дейді? Валлазина аману ашадду хуббан лилла. Ал иман келтіргендердің Аллаға деген махаббаты сондай күшті дейді. Қара сіздің жүрегіңізді қандай сипаттағысы келеді Алла Тағала. Қандай көргісі келеді да сізді. Сол үшін сол ғұмыр сізге беріліп жатыр. Сондықтан сүю деген нәрсе, Алла деген, Алланы сүю деген, бүкіл жаңа пайғамбарымыз мысалы мынандай дұғаны айтатын: Аллахумма инни ас'алука хуббака. Аллахым, мен сені жақсы көруді сұраймын сенен. Ва хубба ман юхиббук. Кім сені сүйсе, маған соны сүйгізші ол адамды да. Қараңыздар. Ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик. Раббым, саған қандай да бір амал жақындататын болса, сол амалды сүйінші мен. Қараңыз. Ваджал хубби лака. Қараңыздар. Ашадду минал маил бариди инда зама. Сондай қатты бір шөлдеп тұрған кезімде салқын суға деген ізденісім, жаңағы салқын суға деген ізденісім күшті болып, сосын сен есіме түсіп кетсең, саған деген махаббатым мына судан да артық болсыншы дейді шөлдеген кезде. Қараңыз қалай тәрбиелеген. Меккелік кезеңде қандай нәрселер, қандай мағыналар болғанда. Ал басқа махаббаттардан пайда жоқ қой ол.